Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз кәдімгі квашеный капустаны қалай дәмді етіп жеудің жолын көрсетемін. Ол үшін біз қызылшаны пісіріп дайындап аламыз, теркадан өткізіп, сосын 2 пияз майдалап тураймыз, және күнбағыс майын 50 грамм, бұны қатты қыздырамыз. Алдымен майды қыздырып аламыз, міне. Май жақсылап қызғаннан кейін қосамыз. Енді пиязды майдалап турап аламыз. Пиязды бір жерге ғана түсіреміз, бәрін шашпаймыз, өйткені қазір үстіне ыстық май қоямыз. Енді қызылшаны қосамыз. Көрермен, салатымыз дайын болды. Любой тамақпен жеуге бола береді. Әсіресе ет тағамдармен өте дәмді, дәмі күшті. Үйдегілердің бәрі сосын сұрайтын болады, қалғы квашеный капустан қайда деп. Сол себептен сіздерге де ас болсын, дайындап көріңіздер. Осылай салатты жасап, бір крышкасы жабылатын посудаға салып холодильникке қойып қойсаңыз, бір күннен кейін өте дәмді болады. Бір күннен кейін жесеңіз, бұдан да керемет болады.